Өш пен өрт. Жазғы жем шөп даярлау уақытының басталар кездің. Бөлімшенің ірі қарасы мен қойлары үшін құнарлы мал азығы табиғи шөптен әзірленеді. Мұның өзі әр жылда әрқалай. Ол мал басының көлеміне байланысты. Биылғы жылы мал азығын даярлау көлемі жоспарда. Жылдағыдан әлде қалай артық белгіленді. Істің көзін жақсы білетін тәжірибесі мол осындағы әрбір тракторшы, механизатордың қайсының болса да жайын жақсы біліп, олардың тілін таба алатын, қашаннан осы бөлімшені басқарып жүрген Сансызбай Майлыбайұлы. Бұл науқанға ерте көктемнен қамданды. Совхоздың бас инженері Пірназар Амандықовқа өзінің сөзін өткізіп, 2 күнге шопыры мен уазикті сұрап алды. Ондағы басты мақсаты көрші облыс Жезқазғанмен шекаралас Сарсудан бергі Қаражалға дейінгі шабындықты, одан соң жалғыз жалдан жоғарғы Сырдарияның төменгі ағысына беттейтін су шайымы бар жайылымды өз көзімен көріп, ораққа жарайтын табиғи өсімдік түрлерінің биылғы шығыммен болжап, олардың түсім шамасын бажайлау еді. Ал бұдан кейін ауыл маңайынан алыс емес кішігірім болып есептелетін, оның да қыста малдың тияғы баспаған жердегі шабындықты астындағы шыбар атымен ақ аралап көріп байқамақшы. Биыл мамырдың ішінде ақ күн жылынып, жер бетіндегі көк шөптің бәрі ертерек бой көтерді. Сәке, барлық жайылымды көзбен көргеніңіз бұлай тұрсын. Орлатын шөпті, нағыз қауын қарбыз не картоп егетіндей армансыз араладыңыз ғой, неге сөйтіп жүрсіз? Деп шопыр жігіт Тұрсынбек кабинадан отырып, шәпкісін көзіне қисайта, есіней тілі қатты. Ей, сендер, не білесіңдер? Мен бір нәрседен қатты үрейленемін. Қатты қорқамын, мүлде. Неге дейсің бе? Бұдан 5-6 жыл бұрын осы көріп тұрған шабындықта шөп масқара қалың еді. Көріп келем ғой, кешелі бері. Шөптің бұрынғыдай маңызы жоқ. Түрлері азайып қалыпты. Бұрын осы аймақта бар ғой, мал сүйсініп жейтін шөптің неше түрі болатын. Бозғанақ, бозжусан, изен, шай-қурай, сиыр-сүлкей, қарандыз, қоңыр жусан, ақ жусан, көкпек, балық көз, тие қарын, тұз жапырақ, шонайна, баялыш, ошаған, қараған, түйесінір, теке сақал, айруауық дейсің бе бәрі болатын. Жылдан жылға жайылымның мазасы кетіп барады. Ертең бұл жерге орақ салғанда шөп түсімі де ойдағыдай болмай ма, жоқ болмай ма деп тұрмын. Қараш, әне алаботаның түрін, қараш, шырмауықтың жапырағы да кішкентай. Бұрын мұндай еместін. Әр гектар шөптен 3-4 центр шөп жиналушы еді ғой. Түсім дегенді қара. Тух, аға, неменесіз? Не ботаниксіз бе? Менің құлағым естімеген шөптер ғой, айтып жатқаныңыз. Бұл шөптерді қалай білесіз? Айтып жатырсыз. Ол неге керек? Ана шөп дегеніңіз тынып ақтыр ғой. Жай қалып дегенде, деп Тұрсынбек Сансызбайдың сөзін бөліп жіберді. Міне, осы білмегендерін жаман-ақ. Құдай-ау,
Мен айтқан шөптер малдың нағыз тілі үйіріп, жейтін витамины мол шөптер ғой. Сендер түсінбейсіңдер. Малдың да адамдар сияқты өздерін іздеп, сесініп жейтін азығы болады далада. Ал қазір қара, мен неге аралап жүр дейсің? Бетегенің биіктігі анау, менің тіземнен де жетпейді. Бидайықтың сабағы анау, жел қатты соқса үзіліп келе тұр. Басына дән жинай алмайды, ошаған тие сіңір. Балық көз, баялыш тіпті бұл жерде көрінбейді. Шопыр қатты қарқылдап күлді. Балық көз несі тағы? Әй, ағай, прямо бар ғой, прямо дегені ғой. Управляющий дегені емес, ученый дегені сияқтысыз. Балық көз деген шөптің екінші атауы ащы шөп. Бұл шөпті сиырлар, әсіресе бар ғой, қый сенбе буаз кезінде сесініп жейді. Әйелдердің екі қабат кезінде тұз алған қиярды өліп өшіп жейтіндер сияқты. Сиырлар да солай барлық көзді солай жейді. Езулерінен су ағып күйсейді-ау қажарықтықтар. Ал есек мия мен дуананы жеген сиырлардан шелектеп сүтті ала бер, көп береді. Мен неғып қарап жүр дейсің? Малға ертеңгі күні осындай жерден пішен даярлаймыз. Орылған шөп құнарлы болса, мал есемізіп болып салмаққа салмақ қосады. Сүттің мөлшері де артады. Шопыр жігіт маған бәрі бір дегендей, бұдан әрі жаймен ғана. Солай дейміз, деді қылқысыз Сейтті де өшіп тұрған машинасының педалін басып, дірілдетіп от алдыра бастады. Сансызбай шабындық көріп, келе салысымен шөбі ұруға дайын болған деген аймаққа ауылдағы механизаторлардың көшетінін хабарлады. Көшу жайы ауылдағы механизаторлардың шөптердің бәріне таныс. Жем шөп әзірлеуге агрегат жүргізетіндер, тіркемеге отыратындар, техникамен шөп оратындар, орылған шөпті кептіретіндер, малшылар, қыстауына тасымалдайтын шопырлар тағыда басқа осы науқанға қатысатын 40-тан астам шөпшілер түгелдей жаздың 43 айында үй беттерін көрмейді. Сол шабындық басындағы қоса, яғни механизаторлар үшін арнайы тігілген кигіз үйлерде болады. Бұл қос кезекпен шөп орылатын аймаққа жылжып, көшіріліп отырады. Сөйтіп, бөлімше бойынша қоғамдық малға қанша шөп әзірлеу керек болса, сол норманы бітірмейінше ауыл жаққа ешкім бет бұрмайды. Ешкім еш жаққа себепсіз тағы сұранбайды. Ауылға қатынаған көліктермен бала шағасын көріп қайтуға бір күн ғана рұқсат береді. Сөйтіп, шөпшілер таң шапаға атар-атпастан кеш қараңғылығы қоюланғанша шабындықта жүреді. Сол кездегі механизаторлар арасында ұйымдастырылған социалистік жарыста жеңімпаз атану үшін трактордың фонарының жарығымен де шөп ұрушылар көп болған. Осындай қызу науқанның жауаптылығын ауылдағы жас баладан еңкейген кәріге дейін түсінеді. Осы науқанның табысты аяқталуы бойынша басқарушысы Сансызбай Майлыбаевтың енді иығында. Сансызбай 60-ты алқымдаған, зор денелі, кен қабақты, жауырыны қақпақтай адам. Жас кезінде күреске түсіп, палуан атанған. Мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығын 5 саусағындай білетін маман. Ауылдағылар басқарма бастығын деп қана емес, жалпы
азаматтығын бағалап қадірлейді. Өзі көп сөйлемейді, сөйлесе бірақ кесіп айтады. Ешкімге алалығы жоқ. Мен үлкен, кішімен кіші, жеңгеге қайын, қайын жұртқа жезде болатын, ақылдасса ақыл бере алатын, әзілдессе әзіл көтеретін жан. Сансызбайдың аузынан шыққан сөзге жұрт тоқтайтын. Сөзі өтімді. Әйелі Сұлушаш екеуін 6 ұл және Әли атты жалғыз қызы бар. Ұлдарын жастайынан еңбекке үйретіп, шындап тастаған, қай жұмыс болса да бас тартпайтын еңбекқор және қолдарынан келмейтіні жоқ, шетінен іскер. 3 ұлы үйленіп, жеке дара отбасын құрған. 3-еуі де қалада қызметте. Қалған 3 ұлы ауылда, қасында. Ең кенжесі сағат 19-ға толмай, 2 ағасының алдын түсіп, әскерге үйленсе бармайды екен деп, көршідегі Мәліктің қызы Мөлдірді өткен күзде алып қашып келді. 2 жақ жастың әке-шешесі бір ауыл іші емес пе, бір-бірін білетін болған соң, дау-дамайсыз тудырмай жастардың үйленуіне қуанбаса, ренжімей тойын жасады. Сағаттың үйлену тойы өтіп, жастар билерін билеп, әндетіп, музыкалатып, жұрт мәре-сәре болып жатқанда, сол тойға қатысып жүрген мұғалім Әшірбектің ұлы Сағатпен тедей құрдас Мұрат Әлияны алып қашсын. Өз баласы біреудің қызын әкелген де үндемей қуанған Сансызбай қызын біреу алып қашқанда не дерін білмей тілін тістеп қалды. Құдай-ау, 17-ге толған жоқ қой әлде. Өз еркімен барды ма екен? Бар, сұра біл, деп Сұлушашты алды-артына қаратпай Әшірбектің үйіне жіберді. Есік алдынан күтіп алған Әшірбекке туыс келіндер Сұлушашты қол шапаттап қарсы алып ортаға алсын. Басқарма үйдегі бәйбіше жеңге-ау, той-тойға ұласты деген міне осы. Ұлын да үйленіп жатыр, қызын да тұрмысқа шығып жатыр. Ала берейін десе осы. Құда-құдайғылар бір-бірінді алыстан арбалап емес, жақынан дорбалап қатынаса бересіңдер. Құтты болсын деп, мәз мейрам. Жіберіңдер мені қаумаламай, бала қайда, қыз қайда? Қызы міне шымылдықта жайнап отыр, деп Күнімай деген келіншек шымылдықтың шетін ашты. Қыз Әлия орнынан ұшып түркеліп. Өй, апа, неге келдің? Ұят болады, бар үйге, десін. Тіпті Сұлушаш мұндай сөз күткен жоқ. Көкем айт, өзім келдім. Сұлушаш мүлде ұялып қалды. Ал естідің бе қызынды? Өзі келді, өз еркімен, ешкім зорлаған жоқ. Жастар осылай ма? Осылай емес пе? Деп Күнімай одан сайын мәз. Қызының оң солын танымастан тұрмысқа шыққанын іші қаламаса да, Сансызбай босаға аттап барған қызының бақытын тілеп болған іске ішінен берік болды. Шөпшілерді шабындық басына көшіріп, науқандық жұмысты бастамайынша бөлімше басқарушысында тыным жоқ. Бүгін кеңесте алдына барлық тракторшыларға жағдай түсіндіріліп, шабындық басына көшуге тезірек жиналуға тапсырма берді. Шалғыны Ақбастой аймағындағы пішеннен бастаймыз. Жылдағы атқарылып жатқан жұмыс. Әркім өз техникасына ие болсын. Бұл жағын саған тапсырамын, деді бас механик Әмзеев Тоқмырзаға.
Кигіз үй былтырға орыннан сәл әзірек көл жаққа жақындығыде берсін. Бұған да сен жауаптысың. Азық-түлік келген машина өздерімен болсын. Құп болады бассеке депті оған берілген жауап. Бұдан кейін Сансызбай аттың басын 4-5 жылдан шөпшілерге тамақ істеп жүрген әбден сыры мәлім жесір әйел Салиманың үйіне бұрылды. Салиба Сансызбайға ру жағынан жақын келіні болып келеді. 40-тан енді ғана асқан, жұмысын жүгіріп, ақ жарқын қабақпен күле жүріп істейтін тындырымды әйел. Күйеуі сары ауру деді ме, бүйрек ауру деді ме, әйтеуір бұдан 3 жыл бұрын қайтыс болды. Бір қызы, бір ұлы бар. Салима күйеуімен рулас болған соң, Сансызбайға да, оның әйелі Сұлушашқа да сәлем істейді. «Салима, ай Салима, шық үйден!» деді, деп Сансызбай бар даусымен айқайлады сыртта тұрып. Басқарма бастығы қай үйге барса да, сыртта ат үстінде тұрып, не терезе тұсынан, не есік жақ тұсынан үй иесіне осылай айқайлап шақыратыны ауыл жұртшылығының бәріне таныс. Бұған барлығы үйренген, ешкім ренжімейді. Салима үй ішінен атып шықты да, еңкейіп сәлемін істеп тұрып. «Не болды, қайнаға, адамды шошытып түспейсіз бе үйге?» деді елпілдеп. «Не болды, несі ой? Сұлушашқа саған айтып қой деп едім. Айтпады ма? Ертең қосқа көшеміз. Сен передовой аспазшы емессің бе? Жылдағы атқаратын жұмысыңды атқарарсың. Бүгін бір машина кетеді. Орталықтағы дүкенге азық-түлік толық алынады. Бүгін түнде жиналып ертең жүресің, ескертуге келдім» деді Сансызбай. «Қайнаға?» деді даусын сосыңқырап Салима жайлап. «Женешеме айтқанмын, бірақ сіз үйге соқпағансыз ғой деймін, шамасы. Аттансыншы, енді айтайын. Шай қайнап тұр, демдеп жатыр едім». «Не боп қалды сонша?» деді Сансызбай. «Түсейін» дегендей ерден аяғын төмен түсіріп, үйдің іргесіндегі талға атының ноқтасын байлап жатып. «Мынау қосқа бараймайын деп тұрма бил өзі» деген ой басын шарпып өтті. «Қайнаға, мына үйдегі қызыңыз биыл 10-шы бітіріп жатыр ғой, қалаға оқуға түсем деп ынталанып отыр. Алматыда туған бөлем бар ғой, бір оқуға көмек берем дегенді. Мен енді талаптанып отырған қызды оқуға жалғыз жіберем бе? Әбден оқуға түсіп кеткенше қасында бас көз болғым келеді. Бағана женешеме айтқанмын осыны», деді Салима дастархан басына Сансызбай отырған соң самауырынан шай құйып бере отырып ізетімен. «Сен кішкентай Дариғашты айтып отырсың ба?» деді Сансызбай таңқалып. «Енді кім, қайнаға?» «Дариғаш қой, қазір мектептің емтиханын тапсырып жатыр». Өз қаптау? Мен әлі бала деп жүрсем, 5-6 оқитын. «Қап» деді. Сосын екінші қайтара кестесін ұсынып. «Сәл ертерек білсемші, сенің бармайтыныңды. Енді кім бар екен қолайлы біздің ауылда сен атқаратын жұмысқа?» «Қайнаға, мен айтсам бола ма?» деді Салима. «Айт, кімін бар?» «Ана Қатима апайше, осы алдыңғы күні дүкенде кездесіп қалып, менің қызымен Алматы жаққа баруға ниеттеніп тұрмын дегенмін. Сонда ойбай, онда сенің орнына шөпшілерге мен аспазшы бола алады екенмін ғой» деп қуанғанын көрдім. Сансызбай бірден шошып кетті. Шошынғаны сондай, ішіп отырған кесесін төңкеріп дастархан шетіне қоя салды. «Білемен оны, қолының жұмырқасы бар». «Қашан еді? Бұдан 5-6 жыл бұрын. Сенің алдында бар ғой, барған ол кезде. Ұрқия тірі, Ұрқия кемпір қайта үйге келіп
жазда шөпшілерге аспашы іздепсің. Қатиманың алсайшы, жазда 2 ай ол да жұрт құсап табыс тапсын. Баласы әскерде, бізде жиналған қор жоқ. Өзім десін, 1-2 бас малмен ғана отырмыз, деп қолқа салған. Сұлушаш та үйде отырып алып. Алсай Қатиманы өтініп тұр ғой, ел жұртпен араласпайды. Өздерімен өздері, баяғыда бір сөз шықты деп жұрт қарадай безінеді солардан. Сол Ұрқия апай да, Қатима да мені көрсем жалпылдап тұрады, бала шағаның түгел амандығын сұрап, деді қыстырылып. Сосын алғанмын. Енді Қатима шөпшілерге аспазшы болғанда не болды де? Қант та таусылғыш, май да таусылғыш, ет те таусылғыш. Әйтеуір не керек, Қатима шөпшілерге еш нәрсе жеткізіп ондырмады сол жолы. Пісірген тамағы да бірде олай, бірде бұлай. Шөпшілермен ұрыспай жүрмейді, және соңында күнге киіп жүріп жұмыс дегенінде жазған еңбек күнін осақ па барлығы деп маған да айқайлаған. Қара шойыр бетпақ қатын құрсын, керек емес. Сәлима қайнағасы ренжіп қалды ма деп қысыңқырап, қайнаға, мен барар едім, енді айттым ғой мына қызыңыздың жайы, деп бағанаға сөзін қайталай бергенде. Болды келін, жарайды, қызының талабы бар екен. Ана көрмейсің бе, біздің Әлия оқу-шоқу демей күйеуге шықты да кетті. Талаптанған баланы қолдау керек. Жолына кедергі боламайын. Бұл жолы сенің ретің келмесе қайтем, амал жоқ, деді де шығып кетті. Сансызбайдың көңіл күйі Сәлимадан шыққан соң әбден бұзылды. Түнімен ойластырды. Осы ауылдағы әйелдерден ыңғайы бағарлар бар ма екен деп. Біреуінің емізулі баласы бар, біреуінің үйінде кәрі кемпір шал бар, бағып отырған. Дәл осы ауылда енді ешкім жоқ. Мүмкін көрші бөлімшеден біреу табылар. Ойы осыған келді. Ертесіне ертелетіп Шұбар атына қамшы салып, көрші бөлімшеге тартты. Ондағы бөлімше бастығы Сұлтанбектің де науқан алдына басы қатып тұр екен. Сәкенің бұйымтайын тыңдап бола сала, өз шаруасын жайына жығылғандай болды. Сәке, сіз қатын есть дегені аспазшы іздеп жүрсіз. Ол табылар, мен айтсаншы, шөпке 2 трактор шалғысымен жетпей тұр. Запчаст дегені таптырмай, ана 2 трактор шақалып бүгін қозғалды. Атына нәлет, биыл қырсығып қалды осы маған дегенде. Кімнен естіген қайдам, өзін білетін баяғы әбенің қызы ше, сіздің ауылды шулатқан. Балжанның баласына барып, одан шешесі қайтарып әкеп, сыздықтың баласына қосқан. Мәдинеше сол байдан байға шығып, тағы да қалада күйеуінен ажырасып келіпті. Ағатай, мен алыңыз аспазға деп үйге де барғыш. Кеңсеге келгіш, түрі жұмындап тұрған бір бәле ғой. Шөптегі кілең еркектердің көз құрты боп бір-бірімен төбелестіріп қоя ма деп қауіптенем содан. Тамақты істей ала ма жоқ па, оны да білмеймін. Сәке, біздің ауылда шөпке баратын қысқасы қатын жоқ. Бәрінің баласы үйінде кемпір шалдары бар. Қарайтын, деді, басқа ел жоғын кесіп айтып. Сансызбайдың ұнжырғасы одан сайын түсті. Бәрінен де жаманы, енді күтетін уақытын жоқтығы. Механизаторлар шөптің басына барып, айтқан жерге кигіздей тігіп те жатыр. Оларға тамақ қайда. Үйге келді де Сұлушашқа. Жібер ана немелердің бірін Қатимаға. Тез келсін, сөйлесем. Содан басқа қатын жоқ болып қалды. Амалым жоқ енді. Оны алмаспын, енді жұмысқа деп ем. Қатима келді, түрінде білгенмін мені шақыратындарынды дегендей, не кексіні, не бәлсінгені белгісіз бір белгі бар. Дердеген ерінің шыршитіп Сансызбайға. Шөпшілерге тамақ істеуге ықылассың ба, деді. Сансызбай даусын қатқыңдандырып. Сіз басқарма бастығысыз ғой. Айтқан және еңбек күнімді жақсы тілесеңіз барайын. Жасымда 50-ге таяп қалды.
Ыстық күнде бір өзім пәлен мәрте ыстық тамақ істеуге онша денсаулық та көтермейді. Маған ше, Қатима, күлгілдеме. Турасы керек. Барасың ба, бармайсың ба? Деп Сансызбай дауысын қаттырақ көтеріп жіберді. Күйеуінің дауысын естіп үйден шыққан әйелі Сұлушаш: «Әй, балалардың көкесі, үйге келген адамға айқайламасаңшы. Енді барады ғой, барады. Қатима, бұл кісінің мінезін білесің ғой. Жина бер, үйге барып, оны-мұны керегінді алып, қазір жіберген адамы сені алып кетер», деп күйеуі үшін тапсырма берді. «Тоқта», деді Сансызбай әйеліне қатқыл қалпымен. «Араласпа сен бұл іске. Неге араласасың? Ешкім табылмаса сен барып тамақ істейтін боласың шөпшілерге. Білдің бе? Сен апарам». Сансызбай бар ашуын Сұлушаштан алды. Бастық қой, айқайлап бұйрық бермесе бола ма? Апай, барамын ғой, үйге барып дайындала берейін. Ағайдың ашуын баса беріңіз, деп Қатима есік алдына үйге жағына беттеді. Қатиманың әскерден келген ұлы Байбол, баяғы Шегірбайдың ұлы деген, Сансызбайдың көп ұлының ішіндегі жалғыз қызы Әлияға көңіл білдірген. Өзі мал дәрігерлік оқуын бітірмек болып қалада жүр. Апта сайын ауылдың басқа оқымаған балдарына кеудесін көтере келіп кектенетіні бар. Басқарма қызын да ал деп шешесі кеңес берді ме, жоқ әлде өзінің шынымен де көңілі қатты кетіп жақсы көрді ме, ол жағы белгісіз. Ал Әлия болса Сағдат ағасымен дос, Әшібектің ұлы Мұратты қалайтын. Әлия өзіне қайта-қайта хат жазып, мазасын ала берген Байболға тойтарыс беріп: «Маған әуре болма, мен оқуға барамын, 5 жыл оқуымды оқимын, менен аулақ жүр», деп өзінен алыстатқан. Артынша Мұрат алып қашты. Әлия оны бұрыннан сүйеді екен дегенді Байбол естігенде үйде отырып алып өз-өзінше күйініп арақ ішкен Қатима баласынан сұрайды. Ол айта қоймайды. Үстісіне арағын ішіп, ақыры мас болған соң күйік сыры шешесіне жайып салады. Шешесімен екеуі Әсияны өлтіріп, қылмысы ашылмай, емін-еркін келе жатқан Қатиманың қылмысқа деген екінші ойы дәл осы күннен басталады. Шеше мен үшін шырылдап еді. «Мен неге жалғыз ұлым үшін өш алмаймын? Менің баламды менсінбеген басқарма қызын көрейін, не өзін, не тиген күйеуін жоқ қылам. Ажар десе ажары, білім десе білімі бар менің ұлым кімнен әкем? Оқуын бітірсе, ертен білдей мал дәргері болады осы ауылда. Не керек екен, оқымаған біреуге тиіп. Осындай ішін күйдіріп жатқан өшті алудың нағыз қолайлы кезі. Жемшөп дайындау науқаны және шөпшілердің бәрінің бас қосатын жері қос басы, деп жүйе жасап қойды. Тамыздың аптап ыстығы, қызған шағы да келді. Шөпшілер айтары жоқ, биыл жылдағыдан да жақсы емшілді көрсетті. Бөлімше бойынша жоспарға белгіленген 700 мың тонна мал азығын даярлап, межеге жыртай қап қалды. Сонда да болса, Сансызбай белгіленген шалға түсетін шамындық әлі кезек күтуде. Қазіргі орнымның жүріп жатқан жері жалғыз жалдан жоғарғы сырдың төменгі ағысын тақау аймақ. Механизаторлар үшін 3 үйді қатар тікті. Екеуінде кезектесіп шөпшілер жатады. Біреуінде азық-түлікі бар асхана. Қатиманың қарамағында. Бұл шөпшілердің 5-ші қонысы. Сансызбайдың айтуы бойынша, амандық болса, осы қоныспен шөп ұруды бітіріп, ауылға бір жола қайтады. Ауыл маңайындағы шабындық үйден қатынап атқаратын жұмысқа жатады. Сансызбай совхоздан кассирді шақыртып,
шөпшілердің айлығын таратқызды. Жарыс озаттарына көтерме сыйлықтарын бергізді. Барлығы риза. Еңбекақы табіліне қол қойып жатып бәрі бірауыздан: сіз бүгін бәріміздің атымыздан ауылға барып, үйдегі келіндеріңізге алған табысымызды табыстай беріңіз. Мектеп алдында балаларға қажетті нәрселерін олар ала берсін. Біз мұнда қалтамызға салып қайтеміз, деп Сансызбайға табілге қол қойып алғандарын қайтара өткізді. Станцияның төбесі көрініп тұр екен. Осы жерден темекіге алуға ортамыздан біреуміз барамыз, деп әрқайсысы 5-10 тиын тебендерін қалталарына салды. Бұл сөздерді естіп қалған Сансызбай: «Әй, ескертемін, темекі аламын», деп сылтауратып, бөтелке-сөтелке алып, оны ішіп қисайып жүрмендер. Бүдіндер ме? Ес болған саған, өтен саған, мұқан саған айтам. Енкені осында сендерсіңдер, ішіндіктен алыс болыңдар, деп шегелегендей ұқтыртты. «Ойбай, қойыңыз, сәке! Ыстық күнде арақ ішіп өле алмай жүрміз бе? Осы таяқтың ұшын бізге қарай сейкей бересіз-ау, тіпті», деп ана атты аталғандар қосарласа тіл қатты. «Көке!» деп жетіп келді. Осы кезде ұлы Сағат Сансызбайға: «Менің мынау ақшамды апама беріңіз. Осы жолы ұялмай беретін мол ақша болды. Ал мынаны мөлдірге беріңіз», деп қағазға оралған 2 бөлек ақшасын ұстатты. «Көке», деді тағы да оның қасындағы күйеу баласы Мұрат: «Мен де солай, мынаны апама, мынаны Әлияға беріңіз». Неге екенін белгісіз Сансызбайдың жүрегі екеуіне де осы сәтте елжіреп кетті. Аналарынды да, келіншектерінді де ұмытпайды 2 бөлек беріп жатқан жігіттерді бірінші көру. «Бірде еркек болып едік. Біз де еркек болып едік», дегендей, дәл сендердей бұрын шешесін бір аттап, келіншегін екінші аттап, ақша бергендерді осы жасымда көрмеппін. «Жарайды, аманаттарынды тапсырамын», деп әкелік мейірімен екеуіне де маңдайынан иіскеп, арқасынан қақты. Бірі кенже ұлы, екінші жалғыз қызының күйеуі. Осындағы шөпші механизаторлардың ең жақсы және ең жас үйленгендері. Сансызбай кетерінде өзінің 10 қолы боп есептелетін бас механик Тоқмырзаға мақтап бас көз болуды тағы бір тапсырып, ауылға қарай бар атқа қамшы басты. Таң сәріде, аңғырағы таңғы сағат 3:00-де Ташкенттен Мәскеуге күнде жүк пойызы 14-ші разъезден өтеді. Пойызды жүргізіп келе жатқан машинист 10 жақ қапталдан шығып жатқан алапат өртті көрді. Қызыл жалын қара қошқыл түтінмен өте аумақты көрінді. Шөпшілердің маңдайшаларында қызыл жалау желбіретіп ілген бірнеше кигіз үйі түгілі тұрғанын кеше ғана көріп байқаған машинистер бастарын шайқай берді. Қасындағы көмекшісі: «Ту, ана өрт жаман, кигіз үй мүлде көрінбейді ғой, жанып кеткен болар тегіс. Адамдарды сыртта шығар». Осы кезде тұрады ма олар? Таң әлі атқан жоқ. 1 сағат бар. Өрттің қара қошқыл жалыны негізі дұрыс емес, жай нәрсе емес, көрдің бе? Біз жүрген темір жолға дейін жетіп жатыр. Сол 2 ара кем дегенде 3-4 километр қашықтықта ғой. Мүмкін көшіп кеткен соң өртеп кеткен қоқыс шығар. Зуылдап өткен жүк пойызының машинистер одан арғысын көрген жоқ. Екеуі өз болжамдарымен алдарына көз тікті. Сансызбай түнде шошып оянды. Ұлы Сағат: «Көке, көке!» деп жан шыра айқайлап шақырып жатыр екен. «Ойпырмай, мына баланың дауысы жаман ғой, аман болса жарар еді. Аман болса екен бәрі де. Кеше ана құрғырлардың біреуі бөтелке алдырып ішіп
мас күйінде бір нәрсе жасап қойған жоқ па? Өз баласының тәртібін біледі, басқасын толық білмейді ғой. Әлем тапырық оймен тез киініп атына отырды. Бұл кез күн шапағы енді рауандап келе жатқан. Желдіртіп Сапаргүл қыстауынан әрі шыққанда қос шақтан өрттің түтіні көрінді. Тіпті есіне дейін жетіп тұр. Жүрегі өрекпіп, тынысы одан сайын тарылып кеткендей шұбар атқа қамшысын салды. Ай кеп! Сөйткенше болған жоқ. Алдындағы қосылатын жол айырғынан совхоздың бас инженері Пірназар Амандықов қиғытқан уазықпен тұсына қатарласа терезеден басын шығарып: Сәке! Сәке, ойбай! Шыпы болды ғой! Шыпы, чыпы! Чрезвычайное происшествие дегені. Сіздің қостарыңыз өртеніпті. Жолай өткен біздің совхоздың бір малшысы сыртынан көріп, Малдыбай совхоз директорының шопыры хабар беретіндер өрт сөндірушілерге деп айтып, совхозға кеңсеге хабар айтыпты. Өрт сөндіретіндер жедел жәрдемі милиция менің алдымда кетті. Бәрі сонда, қазір барғанда шығар. Бастық ауданға звондап, комиссия жіберіңдер, хабарлады. Сәке, нанысаңыз 2 ботыма сиіп келе жатырмын, адамдар аман болса екен деп, деді де алға озды. Адамдар аман болмай шықты. Бір күйгіз үйдегі 5 адамның арсиған қанқа сегі ғана. Жүрегі бар адам мұны қарауға дәті бармайды. Денелері күл болып кеткен, қайсы кімнің сегі айыру қиын. Сұмдық оқиға. Олар шалғышы Сансызбайұлы Сағдат, шалғышы Әшірбекұлы Мұрат, механизатор Шаймерденұлы Қанат, механизатор Тоқсейітұлы Ерболсын, бөлімше механигі Әмзеұлы Тоқмырза. Сансызбай ат үстінен көріп, бірден гүрс етіп есінен танып құлады. Келген 2 жедел жәрдемнің дәрігерлері Сансызбайға бұрылып, қолдан дем беру әдісін жасап, инелерін шаншып, қажетті нәрсенің бәрін жасауда. Сансызбайды шала күйген 7 адаммен бірге аудан орталығына алып кетті. Милициялар, дәрігерлер мен медициналық сараптаушылар өрт қалай шыққанын дәлме-дәл анықтай алмауда. Тексеруге керек деп шұқылап әр жерден бірденені алып қағазға салып жатыр. Милиция өкілдері Қатиманы сұраққа алды. Сіз өрт шыққанда қайда болдыңыз? Мына күйгіз үйде асханадағы жататын орнын көрсетті. Ұйықтап қаппын, мұрныма бір иіс келді. Қашан білдіңіз өрт болып жатқанын? Мына жақ сыртырлап жап-жарық алау екен. Мына түнлікте жана бастады. Мен жаққа келді өрт. Сосын көзімді анық ашсам, айналамның бәрі өрт. Жүрегім қысылып қалды. Айнала қызыл, жалын, көк түтін. Анаған жүгірсем, анадай мына күйгіз үйге жүгірдім. Мұндағыларды сүйрелеп басым істемей, жүрегім қысылып қала берді. Сұмдық болды ғой, Құдай-ай, несін сұрайсыңдар, мені не айта алмаймын. Баяғы ырғия ұқсап, ойбайлап, Құдайға не жаздық деп дауыс шығарып, ботадай бозасын. Жарықтықтарым-ай, төтеннен келген қандай апат еді, көрейін дегенім осы ма еді? Боздақтарым-ай, Азамат, Қатима, Қаржау қызы, қатты лапылдап өрт жанған кезде адамдар сыртқа шығады, іште жата бермейді ғой. Есікте жалпы күйгіз үйде толығымен әбден байланып жабық болған. Өрттен адамдар сыртқа шыға алмаған. Сырттан от қойылған. Сіз айқайлап көмекке шақырған дауысты естімедіңіз бе? Сіз күндіз не кешке қарай сырттан өзге біреудің келіп кеткенін байқамадыңыз ба? Күндіз де кешке де ешкімді байқамадым. Өз қазаным бар, тамақпен жүрем ғой мен. Білмеймін дедім ғой. Айналайындар, айттым ғой жана, көзімді анық ашсам, айналамның бәрі өрт. Жүрегім қысылып қалдым деп.
айнала қызыл жалын, көк түтін, мына күйгіздейге жүгірдім. Бірақ кеше түнде айтайын, олардың бәрі де арақ ішті ғой. Кеше ақша берді кассир. Содан соң олар ана станциядан темекілерін, бөтелкелерін алып келді. Оны білетінім менен пияз құрт сұрады. Содан соң өз шаруамды бітірген соң ұйықтадым, сілеп қатып. Тергеушілер тәжірибесі жоқ па, жоқ білімсіз бе, бұл өрт жайлы мәні жоқ, қай-қайдағы сұрақтар қойды. Қатимаға ол жағы ұнады. Ақыры олар Қатиманы машинасына отырғызып, орталыққа алып кетті. Ол жақта Қатима не жауап берді? Сол жауап бойынша тексерушілер нені білді, не аңғарды? Ол жағы еш адамға белгісіз. Кеңес одағы кезінде мұндай жағдайлардың тексеру сараптамалары жария болмайтын. Алапат өрттің шығу себебі шыны керек қажетті деңгейде тексерілмеді, анықталмады да. Жария болғаны совхоздың бас инженері Пірназар Аманқов техникалық қауіпсіздік шараларын жүргізбеген үшін деп, ал қалдырғаны үшін деп жұмыстарына босатылды. Совхоз директорына қатаң түрде сөгіс берілген, ал мұнан соң уақыт созыла кете барды. 1-2-3 күн өткен соң Қатима тура баяғы Ұрқия шешесінде беліне бүкебайын байлап үйіне оралды. Бір-бір азаматтарынан айырылып, күйреп отырған үйлердің бәріне ағыл-тегіл жылап, боздап, жоқтауын айтып, жүрегі қысылғандай өлімші түрде көңіл айтып кіріп шықты. Тіпті өзімен сөйлесіп көрмеген Сағдат пен Мұраттың елегезегін өзіне апалап, сусын шелекпен әкеліп отырды. Жағасып, асхана жұмысына қолғабыс тигізі кететінін, тіпті істеген көже суын рахаттанып ішетін айтқанда Мұраттың шешесі Бәтима: «Апырай, Мұратжан сыртта жүрген соны шөлдегенсін, ішетін болған ғой, құлыным, үйде мүлде көже су ішпейтін едім» деп, одан сай Мұратын айтып жоқтай бастады. Жап-жас келіншегім мөлдір отыр, мөлтілдеп, көз жасын төгіп. Әйелдер жағы іштеріне бір-бір пікір түйді ме, Қатимаға қабақ білдіре қойған жоқ. «Өзің сол өрттен аман есен қалыпсың ғой», деді біреуі. Күмәнданғаны немесе жаны ашығаны белгісіздеу Қатимаға. Сырын алдыртатын Қатима ма? Ұрқияшы сыпайылығын танбай. «Шешей, ай, адам сенбес нәрсе ғой, несін айтайын, құр сүлдем тұрғаны болмаса, сол өртті өз көзімен көрген соң, мен де жетісіп тұрғаным жоқ» деп жауап берді. Күйіктен ауруханаға түскендерден де сұрақ алыныпты. Олардың бәрінің жауабы біреу, үйретіп тастағандай бір сөз. «Ерте жатып қалдық, қатты ұйықтап білмеппіз. Денеміз күйген соң тұрдық. Қараса көзге еш нәрсе көрінбейді. Көк түтін, жалын шарпыған бетімізді, қолымызды. Бұл өрт қайдан шықты түсінбей де қалдық. Қойы көк түтіннен тұншығып, көз көрмей қалды. Есік қай жақта екенін таба алмай, бір-бірімізге соқтығыстық. Әйтеуір Қатиманың даусы естіліп жатыр. Сол екі ортада шала пісіп қалдық қой. Қатима сүйреп шығарды ғой». Бұл жауап бойынша Қатима басты құтқарушы қаһарман ғана. Шындығында Қатима қолымен жасалған бұл өрт бұлай болған еді. Сансызбай атқа отырысымен жігіттер бір-екеуі станцияға Беларусь тракторымен барып келді. Бөтелкелерін ішті, дабыр-дабыр дауыстарынан кім не айтты, Қатима бәрін естіп жатыр. Екі кигіз үйдегі шөпші жігіттер, кәрісі бар, жасы бар, қарқылдап күліп үйлеріне ақша беріп жіберген соң ба, кейбіреуі өлең айтып, көңілдері өте көтеріңкі болды. Бір-бірімен жастық лақтырысып ойнады ма, бірін-бірі мазақтады ма, әйтеуір бірден ұйықтай қойған жоқ. Қатима болса олардың ұйқыға кеткенін күтті. Әлден уақытта күндізгі жұмыстан шаршағаны бар, азын аулақ болса да ішкендері бар. Екі үйде де тыныштық орнады. Қатима жаймен барлап қараса, барлығы әдемі қорылға басыпты. Мына бергі үйге
Сағат пен Мұрат қатарласы бір жастыққа бастарын беріп жатыр. Қатима осы керек. Қолындағы керосинді жастыққа көрпешеге одан жоғарыларға бәріне аямай төгіп бітіріп, сыртқы есікті сыммен қатты байлады. Ендігі кезекте кигіз үйдегі сырт жағына айналдыра керосин құйды. Келесі кигіз үйдің есігін мықтап, оны да сыммен байлады. Бірақ керосин құйған жоқ. Ондағысы ол үйден біреу шығып, мына жанып жатқандарға көмектесе алмасын дегені. Сөйтті де сырттан ортықты 2-3 жерден жап кеп жіберді. От лапылдап көкке өрледі. Осы кезде бірінші кигіз үйден адамдардың тыншыққан, жөтелген бір-бір шақырған дауыстары шыға бастады. Үй болса толық қарқынмен іштен де сырттан да жанып жатыр. Бұл айқайды естігісі келмеген Қатима әрмен қарай жүгіре жөнелді. Ішінен біреу шыға сала өзін өлтіргендей көрінді алғашқыда. Алысқа, өте алысқа барып, бұта түбіне отыра қалды. Өрт лапылдап айналаны әп-сәтте қою қызыл жалынға бояды. Сырттан бәрін көріп тұрған Қатима қайра үйге жақындауға сескенді. Не де болса деп артын күтті. Бір уақытта ұшқын түскен болу керек. Екінші кигіз үйден де от шықты. От деген Беларустың доңғалағы ма, жоқ басқа бөлшектері ме? Ол да бомба түскенде үсті-үстіне гүрсілдей бастады. Бұл бас аяғы қанша уақыт болды, айыру қиын-тын. Қатиманың қатты қорқыныш үрей басты. Бүлкіл адам өртеніп өзі жалғыз қалса не болды? Әлде адамдардың біреуі шығып, мені өртегенімді сезіп қойса ше? Енді не де болса түк болмағандай араларында жүрейін деп қайра үйге қарай жүгірді. Ентіккен күйде екінші үйдің байланған сымын шешіп, оны лақтыра айқайға басты. Ойбай, өртенді, қайсын барсындар, әй, өрт болып жатыр, бері шығыңдар, бері деп байбалам салып күйік басқандарды сыртқа сүйрелей берді. Сол кездегі медициналық сараптама әрі адамның ДНК-сының зерттеуі жетілмеді ме, жоқ басқаша себеппен кейіп өлгендердің сүйектерін жеке-жеке айырып бермеді. 5-6 күн өткен соң облыстағы орталық сараптамадан бәріне ортақ күл аралас қаңқалардан жеке-жеке есімдері жазылған 5 дана темір жәшік табыс етілді. Арыстай 5 азамат ауылдағы зиратқа темір жәшікпен 5 жерге жерленді. Сансызбайды сан сұрақ мазалады. Бұл қастандық кім жасады, не үшін, неге, не себеп болды, қай кезде кімге мен жамандық жасай алдым? Қызым да келінім де уыздай қалпы жесір қалды. Кімнің менде өшібі болды? Осы сұрақтар кеудесінде шаншы болып қадала берді. Ақыры тынысын тарылтқан күйіктен Сансызбай Майлыбаев осы оқиғанан соң 40 күнге жетпей дүниеден озды. Сансызбай жерленіп жатқан әйелдер босанатын үйде Сағаттың келіншегі Мөлдір, Мұраттың келіншегі Әлия екеуі бір мезетте қатарласа олды болды.